Құрметті достар, бүгін біз сіздермен бірге осындай жаппастай жасайтын боламыз. Қазанымызға сұйық майымызды құйып, етімізді толықтай қуырып аламыз қарайғанша. Содан соң оған пиязымызды қосып, тағы да қуырамыз. Пиязымызды әбден қуырып алғаннан соң сәбізімізді алып саламыз. Сәбізді кішкене қуырып алғаннан кейін су аз болса кішкене су қосып түзбен бұрышын саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға, өздеріңізге қалай ұнайды, сөйтіп саласыздар. Содан қақпағын жауып 20 минутқа қоямыз. Енді қамырын дайындауға кірісейік. Бір жұмыртқаға кішкене су қосып, тұз қосып, араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды саламыз. Қамырымыз ондай жұмсақ болмау керек, қап-қатты болмау керек. Ұнымызды салып, осындай қамыр дайындайтын боламыз. Енді осы қамырымызды 20 минутқа қоямыз. 20 минуттан кейін өстіп бірнеше бөліктерге бөліп алып, кішкентай бөліктерге бөлеміз, осылай жаямыз. Жұп-жұқа қылдырып жаямыз. Осылай бөліктерге бөлген қамырларымыздың барлығын осылай жайып аламыз. Жұп-жұқа болып шығу керек. Содан кейін бұл қамырларды сұйық майды жағамыз бетіне. Бірінің үстіне бірін орналастырамыз. Сұйық майды жағып, бірінің үстіне бірін орналастырамыз. Осы қамырларымыздың барлығын дайындап болғаннан кейін, сұйық майымызды жаққаннан кейін, осылай дайындаған қазанымыздың ішіне өстіп бірінің үстіне бірін жайып шығамыз. Бетін жауып 20 минутқа қоямыз. Содан кейін 20 минуттан кейін жаппасайымыз дайын болады. Уақыттарыңызды бөліп қарағандарыңызға үлкен рахмет.